Айрықша орны өзіндік қолтаңбасы бар Атырау қаламгерлерінің бірі Тасмұхан Тінәлиев. Баспасөз саласына сіңірген еңбегі зор журналист, проза жанрына да тартымды туындылармен келді. Ғұмыры келте болып ерте үзілгенмен оның қаламынан шыққан шығармасы жұрттың жүрегінде жатталды. Тасмұхан Тінәлиев 1939 жылдың тамызында Ноғайлының Атырауға іргелес Азауында дүниеге келген. Ол Зормата ауылындағы Сталин атындағы орта мектепті бітірген соң Гурьев педагогикалық институтына түседі. Бірақ көп ұзамай туған ауылына қайта оралады. Біраз уақыт Алға ауылдық кітапханасында жұмыс істейді. Одан соң аудандық Ленин жолы газетінде фототілшілік қызметте болды. Газет ісі, тілшілік тауқыметі оның бала кезден бергі арман еді. Оның алғашқы өлеңдері мен шағын әңгіме новеллалары, көркем очерктері әуелгіде өзі қызмет ететін газетте там-тұмдап шыға бастаса, уақыт өте республикалық социалистік Қазақстан, Лениншіл жас, қазақ әдебиеті газеттері мен мәдениет және тұрмыс Қазақстан әйелдері журналдарында жарияланды. Осы кезде Казгудың журналистика бөлімін бітіріп алған ол 60-шы жылдардың аяғында Балықшы ауданында жаңадан ашылған Каспий таңы газетіне жұмысқа шақырылды. Бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактордың орынбасары болды. 1972 жылы облыстық коммунистік еңбек газетіне ауысып, ауыл шаруашылығы бөлімінде аға тілші қызметін атқарды. Оның шығармашылық шеберлігі осы тұста тіптен шыңдала түсті. 90 жылы облыстық телевидение ашылғанда сол телевидение жұмыс істеді. Жалпы ол кісі бұлай жай жазатын, мынау ауыл өмірін жақсы білетін, оның алғашқы әңгімелерінің өзі сол ауылдағы қарапайым адамдардың тірлігіне арналған, ауыл өмірін керемет көрсеткен бір сондай шағын әңгімелерден басталды. Қазақстанның батыс өңіріндегі ішкі қайшылықтарға толы, саяси астары мол Құнскерей, Тоқатай Құрмаш, Аманғали істері бұған дейін қозғалмаған тақырып болатын. Бірақ Тасмұхан Тінәлиев бұл сияқты ұлттық дәстүрмен сәйкестене бермейтін жаңа құбылмалы саясаттың да сәнін бұзбай, қазақы тәрбиедегі жеке адамдардың да арына тимейтін әдемі еңбек жазды. Онысын оқырман сүйсіне оқыды. Кезінде қаламгердің алғашқы повесі Жалын баспасынан жеке кітап болып шықты. Жалпы қаламгер туралы сөз қозғағанда, оның біз білетін кезінде түрлі басылымдарда жарық көрген алғашқы әңгіме, бидай өңді келіншек, махаббаттың көз жасы, бір уыс топырақ, кімдер ғашық болмаған сияқты оннан астам әңгімелер мен әңгімеге татитын тұяқ, қайсарлық, тоғысқан тағдырлар, жүректегі жалын сөнбейді. Оның аты адам және басқада очерктері оқырманын бейжай қалдырмайтын туындылар. 77 жылы мекен, 76 жылы мекен, мынау Новинскі аралы, мынау Каспий теңізінің қолтығындағы соны су басып кетіп, теңіз суы, сол кезде малшыларды құтқару, бері қарай қырлыққа шығаруда сол малшылардың еңбегі ерекше болды. Сол кезде сол Тасмұхан аға ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметкері ретінде сояқта 10 шақты күн жүріп, үлкен материалдар берді. Содан кейін телегей деп аталатын комсомол жастар өмірінің бейнелейтін үлкен шығармасы жарық көрді. Ол кітап болып шықты. Талантты журналистің қарымды қаламгердің көрер жарығы ерте сөнді. 1994 жылы 55 жасында дүниеден өтті. Жетімдікті көп көрген, тағдырының талайлы түсі мол Тасмұхан Тінәлиев тірі болғанда 80 жастағы әдебиет абызы болар еді. Әттең ерте үзілді. Ал қазір ұрпақ алдында бір парыз бар. Ол қаламгердің қаламынан туған дүниелерін жинақтап жарыққа шығару. Асланбек Шығырып, Жарылғас Жалғасов, Атырау телеарнасы.